Мысырдан көшіп шығу бірінші тарау. Исраил деп те аталған Жақып Мысыр жеріне ұлдарын өз үйіштерімен қоса көшіріп әкелген еді. Олар мұналар: Рубен, Шимон, Леви, Яхуда, Исашар, Забулон, Бунямин, Дан, Нафталим, Ғат, Ашер. Жақыптан тараған ұрпақтардың саны сол кезде 70 болатын. Ал ұлдарының бірі Жүсіп Мысыр еліне бұрынырақ келген еді. Уақыт жетіп, Жүсіп пен бауырлары және олардың тұсында өмір сүргендердің барлығы да бұл дүниеден өтті. Ал Израильдің ұрым-бұтағы өсіп өніп, сансыз көбейіп, күшейіп алғандары соншалық, жер солармен толып кетті. Сол кезде Мысырда жаңа бір патша билік құрды. Ол осы ел үшін зор жақсылық жасаған Жүсіп туралы білмейтін. Патша өз халқына: қараңдаршы, Израильдің ұрым-бұтағы тым көбейіп күшейіп кетті. Ендеше ақылды шара ойластырып, олардың бұдан әрі көбеюлеріне жол бермейік. Әйтпесе соғысы бола қалған күнде дұшпандарымызға қосылып, бізге қарсы шайқасып, елімізден басқа жаққа көшіп кетер, деп ойындағысын айтты. Содан олар Израиль халқын ауыр жұмыспен діңкелетіп, қысым көрсету үшін үстерінен бақылаушылар тағайындады. Сонымен израильдіктер Мысыр патшасы Перғауын үшін қоймалар ретінде Питом, Рамсес қалаларын салды. Бірақ Израиль халқы неғұрлым көп қысым көрген сайын, соғұрлым өсіп өніп, кеңінен жайыла түсті. Мысырлықтар олардан қатты қауіптеніп, халықты аяусыз құлдыққа салды. Оларды саз балшықтан илеп кірпіш құйып, үй салудың және егіндіктің кез келген ауыр жұмыстарына жекті де, қаталдықпен әртүрлі қара жұмыстарға мәжбүрлеп, өмірлерін аса қиындатты. Бұларға қоса Мысыр патшасы әйелдер босандырушы израильдік Шипыра мен Пуаны шақырып алып, оларға: Израильдік әйелдерді босандырған кезде нәрестенің жынысына назар аударыңдар. Дүниеге ұл келсе, өлтіріңдер, ал қыз туса, тірі қалдырыңдар, деп бұйырды. Бірақ әйел босандырушылар Құдайды терең қастерлегендіктен, Мысыр патшасының айтқанын орындамай, туған ер балаларды тірі қалдыра берді. Мысыр патшасы мұны білгенде екеуін шақырып алып: сендер неге бұлай істеп жүрсіңдер? Неліктен ер балаларды өлтірмейсіңдер, деп ұрысты. Олар: Израильдік әйелдер мысырлықтарға ұқсамай өте күшті болып жатыр. Олар босандырушы келмей тұрып-ақ босанып қояды, деген жауап қайтарды. Босандырушылар Құдайды терең қастерлеп, осылай істегендер үшін Құдай оларға мейірімін төгіп, үйлерін жарылқап ұрпақ сыйлады. Израиль халқы да өсіп-өніп өте күшті болды. Сонда Перғауын өзінің бүкіл халқына израильдіктердің дүниеге келген әрбір ер баласын Нил өзеніне лақтырып, ал қыздарын тірі қалдырыңдар, деген жарлық шығарды. Мысырдан шығу, екінші тарау. Сол кездері Леуи руынан шыққан бір адам өз руынан әйел алады. Сол әйел жүкті болып ұл туады. Сәбидің ерекше әдемі екенін көрген шешесі оны 3 ай бойы жасырып бағады. Алайда бұдан әрі жасыра алмайтындықтан, әйел қамыстан себет тоқып, оны қара шайырмен бітеп, нәрестені ішіне жатқызады. Сонан соң себетті Нил өзенінің жағасында өсіп тұрған құрақтың арасына апарып, суға қоя береді. Баланың әпкесі алысырақ жерге тығылып қалып, онымен не болар екен деп аңдып тұрады. Сол мезгілде Перғауынның қызы шомылу үшін өзенге келеді. Күтуші қыздары су жағасында әрі-бері жүрумен болады. Қамыс арасынан себетті байқап қалған ханша бір күтуші қызын жұмсап, оны алдыртады. Ханша себетті ашып, ішінде жатқан нәрестені көреді. Сол ұл бала жылап жатыр екен. Ханша оны аяп кетіп: бұл Израильдік нәресте ғой, дейді. Сонда сәбидің әпкесі тығылып отырған жерінен шығып: мен барып, бөбекті емізу үшін сізге бір Израильдік әйелді шақырып алып келейін бе, деп сұрайды. Ханша: иә, бара ғой, дейді. Қыз барып, нәрестенің шешесін алып келеді. Ханша оған: мына нәрестені ал, оны менің орныма емізетін боласың. Сол үшін ақыңды төлеймін, деп бұйырады. Әйел бөбекті емізіп,
асырау үшін үйіне алып келеді. Әйел бөбекті емізіп асырау үшін үйіне алып кетеді. Сәби біраз өскеннен соң шешесі оны перғауынның қызына апарып береді. Ханша баланы бауырына басып, оны судан шығарып алдым ғой деп, оған Мұса шығарып алған деген ат қояды. Арада бірнеше жыл өтіп, Мұса ер жеткенде, бір күні өз халқының арасына барып, олардың қандай ауыр жұмыс істеп жүргендерін көрді. Сол кезде ол Исраильдік ұлттастарының біреуін бір мысырлықтың ұрып соғып жатқанын байқап қалды. Мұса жан-жағына қарап, ешкімнің жоқ екеніне көзі жеткен соң, мысырлықты ұрып өлтіріп, құмға көміп тастады. Келесі күні де Мұса далаға шыққанда, бір-бірімен төбелесіп жатқан екі Исраильдікті көрді. Жәбір көрсеткенге ол: «Сен неге бауырласыңды ұрасың?» деді. Сол адам: «Кім сені бізге басшы әрі төреші етіп тағайындады? Сен немене, мысырлықты өлтіргендей, мені де өлтірмексің бе?» деп жауап қайтарды. Мұса: «Менің істегенім туралы жұрт біліп қойған екен ғой» деп ойлап, үрейі ұшты. Болған жайды перғауында естіп, Мұсаны өлтіртпек болды. Бірақ ол перғауыннан қашып кетіп, Мадиян еліне барып тоқтады. Бірде Мұса құдық түбінде отырған еді. Мадияндық діни қызметкердің 7 қызы бар болатын. Олар әкелерінің қой ешкілерін суару үшін сол құдықтан су тартып, науаларды толтыратын. Алайда басқа қойшылар да келіп, бұларды қуып жіберіп, алдымен өз малдарын суарып алатын. Бірақ бұл жолы Мұса орнынан ұшып тұрып, қыздарды қорғап, малдарын суарып берді. Қыздар үйлеріне қайтқанда, әкелері Рагуел: «Қалайша бүгін ерте келіп қалдыңдар?» деп сұрады. Олар: «Бір мысырлық жігіт бізді қойшылардан қорғап, тіпті су тартып, малымызды суарып берді» деп жауап қатты. Сонда әкелері: «Сол жігіт қайда? Оны неге далада қалдырып кеттіңдер? Тамақ ішсін, шақырып келіңдер» деп тапсырды. Оның қонақжайлылығына риза болған Мұса үйінде тұрып қалуға келісті. Уақыт өте, діни қызметкер Мұсаға қызы Сипораны әйелдікке берді. Кейін әйелі ұл туып, Мұса оған Гершом, яғни сол жерге кірме деген ат қойды. Себебі ол: «Мен бөтен жердегі жат жұрттық кірме болдым» деді. Ұзақ уақыттан кейін Мысырдың патшасы дүниеден қайтты. Ал Исраильдіктер әлі де құлдықтан бейнет шегіп, күңірене күрсініп, зарлап жатты. Олардың көмек сұрап жалбарынуы Құдайдың құлағына жетті. Зарлаған дауыстарын естігенде, Құдай өзінің Ыбырайым, Ысқақ, Жақыппен жасаған келісімін рақыммен есіне алды. Осылай Құдай Исраиль халқының мүшкіл халіне назар аударып, олардың қамдарын ойлады. Мысырдан көшіп шығу 3-ші тарау. Мұса қайынатасы Мадияндық діни қызметкер Етордың ұсақ малдарын бағып жүрді. Бір күні ол отарын айдаланың алыс түкпіріне, Құдайдың тауы деп те аталатын Хориб тауына айдап барды. Сол жерде оған жаратқан иенің періштесі бір тікенді бұтаның ортасынан жалындап, жанған от ішінен аян берді. Мұса бұтаның от болып жалындап тұрғанымен өртеніп кетпеген байқаған еді. Сонда ол іштей: «Мынау қызық көрініс екен, сол жерге жақынырақ барып, бұтаның неліктен өртеніп кетпей жатқанын қарайыншы» деп ойлады. Жаратқан ие Мұсаның қарау үшін жақындап келгенін көрді. Содан Құдай бұта арасынан оған: «Мұса, Мұса» деп дауыстады. Ол: «Тыңдап тұрмын» деп жауап берді. Құдай: «Мұнда жақындама, аяқ киіміңді шеш, сен тұрған осы жер киелі» деп бұйырып, «Мен әкеңнің Құдайымын, әрі Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайымын» деді. Мұса оған қарауға дәті бармай, бетін жауып алды. Жаратқан ие: «Мен халқымның Мысырда шеккен жәбіріне назар аударып, олардың айдаушыларынан қаналып, қинала айқайлағандарына құлақ салып келемін. Олардың көрген азаптарын түгел білемін. Сондықтан мен халқымды мысырлықтардың қолынан азат ету үшін көктен түстім. Оларды Мысырдан алып шығып, қанахандықтар,
хеттіктер, аморлықтар, перездіктер, хефтіктер және ебустіктер қоныстанған елге бастап алып барамын. Сол елдің жері шұрайлы, кең байтақ, ағы мен балы ағыл-тегіл мол. Енді мынаны біліп қой. Израильдіктердің қинала айғайлаған дауыстары құлағыма жетіп, мен мысырлықтардың оларды аяусыз қанағандарын көріп тұрмын. Кәне, жүр, мен сені перғауынға жіберемін. Сен халқым Израильді Мысырдан бастап алып шығасың, деп бұйырды. Ал Мұса Құдайға, перғауынға барып, Израильдіктерді Мысырдан алып шығатындай соншама мен кіммін, деп жауап қайырды. Құдай, мен саған жар боламын. Сен халықты Мысырдан алып шыққан соң, сендер маған осы таудың маңында ғибадат ететін боласыңдар. Сені өзім жібергендігімнің дәлелі сол болмақ, деді. Ал Мұса Құдайға, енді мен Израильдіктерге барып, мені ата-бабаларыңның Құдайы сендерге жіберді десем, олар менен оның есімі кім деп сұрайды ғой. Сонда не деп жауап беруім керек, деген сұрақ қойды. Құдай оған былай деп жауап қатты. Мен мәңгі бар болушымын. Израильдіктерге мәңгі бар болушымын деген мені сендерге жіберді деп айт. Құдай сөзін жалғап тағы былай деді. Израильдіктерге мынаны да айт. Ата-бабаларыңның Құдайы Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың сыйынған Құдайы, жаратқан ие, мені сендерге жіберіп отыр. Мәңгі бақи менің атым осылай болмақ. Күллі келер ұрпақтарда мені осы есіміммен естеріне сақтасын. Барда Израильдің рубасыларын жинап алып, оларға былай де. Ата-бабаларыңның Құдайы Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың сыйынған Құдайы, жаратқан ие маған аян беріп, мынаны айтты. Мен сендерді назарымда ұстап келемін. Мысыр елінде көрген жәбірлеріңді түгел білемін. Сендерді Мысырдың езгісінен құтқарып, қанақандықтар, хеттіктер, аморлықтар, перездіктер, хефтіктер және ебустіктер қоныстанған ағы мен балы ағыл-тегіл елге алып баруға уәде бердім. Сонда Израильдің рубасылары сенің айтқандарыңа ден қоятын болады. Мұнан кейін оларды ертіп Мысыр патшасының алдына бар. Оған былай деңдер. Біз, Израильдіктер, сыйынатын Құдайымыз, жаратқан ие бізге аян берді. Енді 3 күндік жердегі айдалаға барып, Құдайымыз жаратқан иеге арнап құрбандық шалуға бізге рұқсат етіңіз. Алайда, құдіретті күш көндірмесе, Мысыр патшасының сендерді жібермейтінін білемін. Сондықтан мен Мысырға құдіретті қолымды созып, оны керемет істеріммен ойрандаймын. Содан кейін ғана перғауын сендерді қоя бермек. Ал мен мысырлықтарды халқыңа оң көзбен қаратамын. Кеткен кездеріңде құр қол аттандырмаймын. Араларыңдағы әрбір әйел, көршілес және бірге тұрған мысырлық әйелдерден алтын күміс бұйымдар мен әсем киімдерді сұрап алсын. Бұларды ұл-қыздарыңа сәндеп кигізіңдер. Осылайша мысырлықтардың байлығын олжалайтын боласыңдар. Мысырдан шығу. 4-ші тарау. Сонда Мұса, ал егер Израильдіктер маған сенбей, айтқаныма құлақ аспастан, жаратқан ие саған аян берген емес десе, қайтемін деп жауап қайырды. Жаратқан ие оған, қолыңдағың не? Деді. Таяғым. Жаратқан ие, оны жерге лақтыр деді. Мұса, мал баққанда қолына ұстап жүрген таяғын жерге лақтырып жібергенде, ол жыланға айналды. Мұса одан қаша жөнелді. Ал жаратқан ие Мұсаға, қолыңды созып, оны құйрығынан ұстап ал деп бұйырды. Мұса жыланды ұстап алғанда, ол қолында қайтадан таяққа айналды. Жаратқан ие, осы құдіретті істі Израильдіктерге көрсет. Ол халқыңның ата-бабалары Ыбырайым, Ысқақ, Жақыптың сыйынған Құдайы, жаратқан ие өзім болып, мұнда саған аян бергендігіме солардың көздерін жеткізбек деді. Содан кейін жаратқан ие оған, қолыңды қойныңа тық деп бұйырды. Мұса солай істеді де. Қолын суырып алғанда, қолы алапестен қарс бетті ағарып кетіпті. Жаратқан ие
қолыңды қайтадан тық деді. Мұса солай істеп, қолын қайта суырып алғанда, ол басқа дене мүшелері сияқты бұрынғы сап-сау қалпына келіпті. Егер израильдіктер саған да көрсеткен алғашқы құдіретті ісіңе де сенбесе, онда осы екіншісі олардың көздерін жеткізбек. Ал егер олар осы екі кереметке де сенбей, айтқандарыңа құлақ аспай қойса, онда Ніл өзенінен су алып, құрғақ жерге төк. Сол су құрғақ жерде қанға айналады. Бірақ Мұса жаратқан иеге: «Уа ием, мен бұрыннан бері де, сен құлыңмен тілдесіп тұрған қазір де сөзге шешен адам емеспін. Аузым шабан, тілім жүйрік емес», деп уайымын білдірді. Ал жаратқан ие: «Адамға тілді бітірген кім? Оны мылқау не саңырау, көретін не соқыр ете алатын кім? Соны істей алатын жаратқан ие өзім емеспін бе? Енді бар, мен саған жар болып, айтатын сөздеріңді үйретемін», деп бұйырды. Мұса: «Уа ием, кез келген басқа біреуді жібере көрші», деп жалынды. Сонда жаратқан ие оған ашуланып, былай деп сөзін тамамдады: «Сенің леулік Харон атты ағаң бар емес пе? Оның сөзге шешен екенін білемін. Ол қазір-ақ сені қарсы алуға келе жатыр. Өзіңді көргеніне шын жүректен қуанбақ. Онымен сөйлесіп, айтатын сөздерін аузына салуың керек. Мен саған да, оған да жар болып, сөздерімді айтқызып, не істеулерің керек екенін өзім үйретемін. Сонда Харон халыққа сенің атыңнан сөйлемек. Ол сенің аузың, ал сен ол үшін Құдай іспетті жетекші боласың. Мына таяқ қолыңда жүрсін. Сонымен мен тапсырған құдіретті істерді көрсетпексің». Мұса айдаладан қайнатасы Етордың қасына оралып: «Мысырдағы туысқандарыма барып, амандығын білейін деп едім», деді. Етор: «Ендеше бар, жолың болсын», деп келісті. Жаратқан ие Мұсаға Мадиян елінде: «Мысырға қайтып бар, көзіңді құртпақ болғандардың бәрі өлді», деп те тапсырған еді. Содан Мұса әйелі мен ұлдарын есекке отырғызып, Мысыр еліне қарай сапарға шықты. Өзі Құдай бұйырған таяқты қолына ала жүрді. Жаратқан ие Мұсаға мына тапсырманы да берді: «Мысырға қайтып барған соң, мен өзіңе тапсырған кереметтердің бәрін Перғауынның алдында көрсететін бол. Бірақ мен оның жүрегін қасарыстырып қоямын. Сондықтан ол халықтың кетуіне рұқсат етпейтін болады. Бұлардан кейін Перғауынға былай де: Жаратқан ие мынаны айтады: Израиль менің ұлым, тұңғышым іспетті. Саған бұйырған болатынмын, ұлымды жібер, өзіме қызмет етсін. Ал сен оны жіберуден бас тартып тұрсың. Ендеше мен сенің ұлың, тұңғышыңды өлтіремін». Жолшыбай түнемелде Мұсаға жаратқан ие қарсы кездесіп, оның көзін құртпақ болды. Бірақ әйелі Сипора тас пышақты ала сала, ұлын сүндеттеп жіберіп, тәнінен кесіп алғанын Мұсаның аяғына тигізді де: «Сен төгілген қанмен құтқарылған күйеуімсің», деді. Сонда жаратқан ие оны аман қалдырды. Ал Сипора Мұсаны төгілген қанмен құтқарылған күйеуімсің деп сүндет рәсіміне байланысты айтты. Жаратқан ие Харонға: «Айдалаға барып, Мұсаны қарсы ал», деген болатын. Харон жолға шығып, Мұсамен Құдайдың тауының маңында кездесіп, құшақтап, бетінен сүйді. Мұса өзін жіберген жаратқан иенің күллі сөздерінде, оның көрсетуге бұйырған бүкіл құдіретті істері туралы да Харонға айтып берді. Мұса мен Харон Мысыр еліне барып, Израильдің барлық рубасыларын жинап алды. Харон жаратқан иенің Мұсаға айтқан сөздерін түгелдей баяндап, тапсырған құдіретті істерін халықтың көз алдында көрсетті. Сонда халық Құдайдың Мұса мен Харонды жібергендігіне сенді. Олар жаратқан иенің өздерін назарында ұстап келгенін, азапты өмірлерін көріп тұрған естігенде, оған бас иіп тағзым етті. Мысырдан көшіп шығу 5-ші тарау.
Бұдан кейін Мұса мен Харон Перғауынның алдына барып, оған былай деді: Израильдің сыйынған Құдайы, жаратқан ие мынаны айтады: менің халқымды жібер, олар айдалаға барып, маған арнап мейрам өткізсін. Алайда Перғауын, мен айтқанына құлақ асып, израильдіктерді жіберетіндей жаратқан ие деген кім? Мен жаратқан иені білмеймін де, Израиль халқын жібермеймін де, деп жауап қатты. Бірақ екеуі, бізге израильдіктердің Құдайы аян берді. Енді 3 күндік жердегі айдалаға барып, Құдайымыз жаратқан иеге арнап құрбандық шалуға рұқсат етіңіз. Әйтпесе, ол бізді індетпен не соғыспен жазалайды, деп нық айтты. Ал Мысырдың патшасы: Мұса, Харон, неге халықты арандатып, міндеттерінен алаңдатасыңдар? Өз жұмыстарыңа қайтып барыңдар, деп бұйырды. Ол: елдеріңнің халқы тым көп, ал сендер оларды жұмыстарынан қалдырып, демалдырып тұрсыңдар, деп те наразылығын білдірді. Сол күні Перғауын елдегі құл айдаушылар мен бақылаушыларына арнап мынадай әмір берді: бұдан бұлай израильдіктерге кірпіш құю үшін бұрынғыдай сабан бермеңдер. Өздері барып жинап әкелетін болсын. Алайда олардың бұрынғы мөлшердегідей кірпіш құюларын талап етіп, қажетті кірпіш санын еш кемітпеңдер. Олар жалқау, сондықтан да біз барып Құдайымызға арнап құрбандық шалайық, деп айғай салып жүр. Жұмыстарын қиындатыңдар. Олар құр сөздерге ден қоймай жұмыс істесін. Құл айдаушылар мен бақылаушылар барып, халыққа жар салып, Перғауынның әмірі мынау: бұдан бұлай сендерге сабан берілмейді. Қайдан тапсаңдар, одан табыңдар. Сабанды өздерің барып жинаңдар. Алайда құятын кірпіштеріңнің саны кемітілмей, сол күйінде қалады, деді. Сонда халық Мысырдың түкпір-түкпіріне тарап, сабан орнына орылған егістіктерде қалған сабақтарды жинаумен айналысты. Құл айдаушылар халықты күнделікті атқарған жұмыс көлемдерін сабанмен қамтамасыз етілген кезегідей болсын, деп қыспақтай берді. Олар өздері тағайындаған израильдік бақылаушыларды: неге сендер кешеде бүгінде кірпіш мөлшерін бұрынғыдай етіп өткізбедіңдер, деп соққының астына алды. Сонда израильдік бақылаушылар Перғауынның алдына барып: тақсыр, құлдарыңызға неге бұлай істейсіз? Бізге сабан берілмейді, алайда кірпіш құю талап етіледі. Міне, құлдарыңызды ұрып соғады, бірақ бәріне кінәлі өз халқыңыз, деп жалбарынды. Бірақ Перғауын: жоқ, сендер еріншек, жалқаусыңдар. Сондықтан да біз барып жаратқан иеге арнап құрбандық шалайық, дей бересіңдер. Барыңдар, жұмыс істеңдер, сабан берілмейді. Ал кірпіштің тиісті санын бәрібір дайындап өткізуге міндеттісіңдер, деп кесіп айтты. Күнделікті дайындалуға тиісті кірпіш санын еш кемітпейсіңдер, деген үзілді кесілді сөздерден израильдік бақылаушылар халдерінің мүшкілдігін ұқты. Олар Перғауыннан шығып келе жатқанда өздерін күтіп тұрған Мұса мен Харонға жолығып: жаратқан ие сендерге назар салып үкімін шығарсын. Өйткені сендер бізді Перғауын мен оның нөкерлерінің алдында сасық нәрседе жиренішті еттіңдер. Көзімізді құрту үшін олардың қолдарына қару ұстатып қойдыңдар, деп бұларға кінә артты. Содан Мұса қайтадан жаратқан иеге сыйынып: уай ием, бұл халықты осыншама азапқа неліктен душар еттің? Мені не үшін жібердің? Мен Перғауынға барып, сенің хабарыңды жеткізгеннен бері, ол халықты бұрынғыдан бетер азапқа салып келеді. Ал өзің халқыңды құтқарамын дегенмен құтқармадың, деп налыды. Мысырдан шығу 6-шы тарау. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп білдірді: енді сен менің Перғауынға не істейтінімді көретін боласың. Мен оған қарсы құдіретті қолымды созған соң, ол халықты босататын болады. Ол құдіретті қолымның ықпалынан оларды елінен тіпті өзі қуып шығатын болады. Құдай Мұсаға тағы мынаны да айтты: мен жаратқан иемін. Ыбырайым, Ысқақ, Жақыпқа құдіреті шексіз Құдаймын деп аян бергенімде, оларға өзімнің жаратқан ие деген есімімді білдірген жоқпын. Өздері жат жұрттық болып тұрып жатқан Қанахан елін беруге олармен келісім жасаған едім. Енді мысырлықтар
құлдықта ұстап жатқан израильдіктердің күңіренген күрсінісі құлағыма жетіп, сол келісімімді еске алдым. Сондықтан израильдіктерге барып, мына сөздерімді жеткіз. Мен жаратқан иемін. Сендерді мысырлықтардың езгісінен азат етемін. Мен қолымды созып, құдіретті істеріммен мысырлықтарды соттап, жазалау арқылы өздеріңді құлдықтан құтқарып аламын. Мен сендерді өз халқым деп қабылдап, құдайларың боламын. Сонда менің өздеріңді Мысырдың езгісінен босатып алып шыққан жаратқан ие, сендердің құдайларың екенімді білетін боласыңдар. Мен Ыбырайым, Исқақ, Жақыпқа беруге, қолымды көтеріп тұрып ант еткен елге сендерді бастап алып барамын. Сол жерді мұралық иеліктеріңе табыстаймын. Мен жаратқан иемін. Мұса осы хабарды израильдіктерге жеткізді. Алайда ауыр жұмыс еңселерін басып, жігерлері күйреген олар Мұсаға құлақ салмады. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Барып, Мысыр патшасы Перғауынға, еліңнен израильдіктерді жіберде. Ал Мұса жаратқан иеге, менің айтқандарыма тіпті израильдіктер құлақ салмағанда, Перғауын қайдан құлақ салсын? Сөзге шорқақпын ғой деп жауап берді. Алайда жаратқан ие Мұса мен Харонға қайтадан тіл қатып, оларды израильдіктерге және Мысырдың патшасы Перғауынға арнаған әмірлерін жеткізуге жіберді. Осылай жаратқан ие Мұса мен Харонға Израиль халқын Мысырдан алып шығуды тапсырды. Израильдің басты руларының басшылары мыналар. Израильдің тұңғышы Рубеннің ұлдары Ханох, Паулу, Хесрон, Қарми. Бұлар Рубеннің ұрымбытағы. Шимонның ұлдары Емуэл, Ямин, Охат, Яхин, Сохар, Саул. Саул қанахандық әйелден туған еді. Бұлар Шимонның үрімбытағы. Тараған тармақтары бойынша берілген Леуінің ұрпақтарының аттары мыналар. Герсон, Қахат, Мерари. Леуі 137 жыл өмір сүрді. Герсонның үрімбытағы Лебни, Шимей және олардан тараған ұрпақтары. Қахаттың ұрпақтары Ымрам, Исқар, Хеброн, Узиел. Қахат 133 жыл жасады. Мераридің ұрпақтары Мәхли мен Мұши. Бұл Леуінің тармақтары бойынша берілген үрімбытағы. Ымрам әкесінің қарындасы Йохебетке үйленді. Олардан Харон мен Мұса дүниеге келді. Ымрам 137 жыл өмір сүрді. Исқардың ұрпақтары Қорах, Непек, Зихри. Узиелдің ұлдары Мишаил, Елисапан, Ситри. Харон Нағасонның қарындасы Аминадаб қызы Елишебаға үйленіп, одан Надаб, Абиху, Елазар мен Итамар дүниеге келді. Қорақтың ұрпақтары Асир, Илқанах, Абиасаф. Бұлар Қорақтың үрімбытағы. Харонның ұлы Елазар Путиелдің қыздарының біреуіне үйленді. Одан Пінехес дүниеге келді. Бұлар Леуінің тараған тармақтары бойынша берілген рубаслары. Осы шежіреде аттары аталған Харон мен Мұса, жаратқан иенің Израиль халқын Мысырдан лек-легімен алып шығыңдар деген тапсырмасын алғандар. Израильдіктерді әлгі елден бастап алып шығу туралы бұйрықты Мысыр патшасы Перғауынға жеткізгендер осы Мұса мен Харон болатын. Жаратқан ие Мысырда Мұсаға тіл қатқан кезде, оған былай деп бұйырған еді. Мен жаратқан иемін. Менің өзіңе айтқандарымның бәрін Мысыр патшасы Перғауынға жеткіз. Ал Мұса жаратқан иеге, сөзге шорқақпын ғой. Перғауын айтқандарыма қайдан құлақ салсын деген болатын. Мысырдан көшіп шығу 7-ші тарау. Содан жаратқан ие Мұсаға жауап беріп былай деді. Біліп ал, мен сені Перғауынның алдында Құдай іспетті құдіретті етемін. Ағаң Харон хабарыңды жеткізуші пайғамбарың болады. Сен өзіңе бұйырғандарымның бәрін оған айтасың. Ал Харон Перғауынға өз елінен Израиль халқын босатып жерсін деп айтуға тиіс. Алайда мен Перғауынның жүрегін қасарыстырып қоямын. Мен Мысыр елінде көптеген ғажап істер мен кереметтерім арқылы өзімнің кім екенімді дәлелдесем де, Перғауын сендерді тыңдамайтын болады. Сонда Мысырға қолымның құдіретін төндіріп, қатаң жазалар тартқызу арқылы өз жасағым
халқым Израильді Мысыр елінен алып шығамын. Осылайша Мысырға қолымды созып, ел ішінен Израиль халқын алып кеткенімде, мысырлықтар менің жаратқан ие екенімді білетін болады. Мұса мен Харон бұларды мұқият орындап, жаратқан иенің өздеріне бұйырғанында істеді. Екеуі оның хабарын Перғауынға жеткізгенде, Мұса 80, Харон 83 жаста еді. Сол кезде жаратқан ие Мұса мен Харонға тіл қатып, Перғауын сендерге өздеріңді Құдай жібергендігін дәлелдейтін керемет көрсетіңдер, деп талап еткенде, сен Мұса, Харонға, таяғыңды Перғауынның алдына қарай жерге лақтыр, деп айт. Сонда таяқ жыланға айналмақ деді. Содан Мұса мен Харон Перғауынның алдына барып, жаратқан иенің бұйырғанында істеді. Харон таяғын Перғауын мен оның нөкерлерінің алдына қарай жерге лақтырып жібергенде, ол жыланға айналды. Бірақ Перғауын өзінің білімпаздары мен сиқыршыларын алдыртты. Сонда Мысырдың абыздары да сиқыршылықтарымен дәл солай істеді. Әрқайсысы таяғын жерге лақтырып, жыланға айналдырды. Бірақ Харонның жыланға айналған таяғы олардың жылан таяқтарын жұтып қойды. Сонда да Перғауынның жүрегі қасарысып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсұнбай қойды. Осылай болатынын жаратқан ие алдын ала білдірген еді. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Перғауынның жүрегі қайтпастан қасарысып, халықты жіберуден бас тартып тұр. Ертеңгісін Перғауын Нілге қарай беттеген кезде, өзен жағасында жолын тосып тұр. Қолыңа бұрын жыланға айналған таяғыңды ұста. Перғауынға былай де: Израильдіктердің Құдайы жаратқан ие маған сізге келіп мынаны айтуды тапсырды. Айдалада өзіме ғибадат ету үшін халқымды жібер. Сен осы уақытқа дейін мені тыңдамай келдің. Сол үшін де жаратқан ие мынаны айтады: менің жаратқан ие екенімді қазір жасайтынымнан білетін боласың. Қараңыз, мен қолымдағы таяқпен Нілдегі судың бетін ұрғанда, ол қанға айналады. Балықтар қырылып, суы сасиды. Мысырлықтарға Нілдің суын ішу жиренішті болады. Жаратқан ие Мұсаға арнаған сөзін жалғастырып, сен Харонға былай де: таяғыңды алып, қолыңды Мысырдың суларына қарай көтер. Сонда өзендер мен арықтардың, тоғандар мен су қоймаларының бәрі қанға айналады. Бүкіл Мысырды қан жайлап кетпек. Тіпті ағаш не тас ыдыстардың ішіндегі су да қанға айналмақ деді. Мұса мен Харон жаратқан иенің бұйырғанында істеді. Харон Перғауын мен оның нөкерлерінің көз алдында таяғын жоғары көтеріп, сонымен Нілдегі судың бетін ұрып қалды. Сонда өзендегі бүкіл су қанға айналды. Балықтар қырылып, су сасып кетті. Мысырлықтар өзеннен су іше алмайтын болды. Бүкіл Мысыр жерін қан жайлап кетті. Ал Мысырдың абыздары да сиқыршылықтарымен дәл солай істеді. Сонда Перғауынның жүрегі қасарысып, ол Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсұнбай қойды. Жаратқан ие соны алдын ала білдірген болатын. Перғауын кері бұрылып сарайына кетіп қалды. Бұл апатта оның жүрегін жібітпеген еді. Бүкіл мысырлықтар Нілдің жағалауынан ішетін су табу үшін құдық қаза бастады. Өйткені өзеннің суын іше алмады. Содан жаратқан иенің Нілдің суын арамдағанынан кейін 7 күн өтті. Мысырдан шығу 8-ші тарау. Мұнан соң жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: Перғауынға барып, сөзімді жеткіз. Жаратқан ие мынаны айтады: маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Егер одан бас тартсаң, бақалар қаптатып, бүкіл өлкеңе залал келтіремін. Нілде бақалар құжынап, олар судан шығып, сарайыңа, ұйықтайтын бөлмеңе, тіпті төсегіңе дейін кіріп кетпек. Олар уәзірлеріңнің сарайлары мен бүкіл халқыңның үйлерінде, пештерің мен қамыр ашытатын ыдыстарыңды да жайлайды. Өзіңнің, халқыңның,
және бүкіл нөкерлеріңнің үстерінде бақалар секіріп жүрмек. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға тағы да былай деп бұйырды: Харонға мынаны айт: қолыңа таяғыңды ұстап, өзендер, арықтар және тоғандарға қарай көтеріп тұр да, бақаларды шығарып, Мысыр елін бақаға қаптат. Харон қолын Мысырдың суларына қарай көтергенде, олардан бақалар шығып, елді жайлап алды. Ал абыздар да сиқыршылықтарымен солай істеп, Мысыр жеріне бақалар шығарды. Сонда Перғауын Мұса мен Харонды шақырып алып, оларға былай деді: Жаратқан иеге менен және халқымнан бақаларды алып кете көрсін деп жалынып сиыныңдар. Содан кейін мен халықты жаратқан иеге арнап құрбандық шалып, ғибадат ету үшін жіберемін. Мұса Перғауынға жауап беріп: Менің сіз үшін, нөкерлеріңіз бен халқыңыз үшін оған қай уақытта сиынуымды қалайсыз? Соны өзіңіз белгілеңіз. Сонда барлығыңыз және үйлеріңіз бақалардан құтылып, тек өзендегілері ғана қалады, деді. Перғауын ертең деп шешті. Мұса: Айтқаныңыздай болады. Құдайымыз жаратқан иеге тең келетін ешкімнің жоқ екенін осыдан білетін боласыз. Өзіңіз, үйлеріңіз, нөкерлеріңіз бен халқыңыз бақалардан құтылып, олар тек өзенде ғана қалады, деді. Мұса мен Харон Перғауыннан шыққаннан кейін, Мұса жаратқан иеге дауыстап сиынып, Перғауынға бола құжынатып алып келген бақаларынан елді құтқарсын деп өтінді. Жаратқан ие Мұсаның Перғауынға алдын ала айтқан сөздеріне сай істеді. Содан барлық үйлердегі қоралар мен даладағы бақалар құрып кетті. Жұрт оларды жинастырып, төбе-төбе етіп үйіп қойды. Сонда сасық иіс бүкіл елді алып кетті. Алайда Перғауын апаттан құтылғанын көргенде, жүрегін қайтадан қасарыстырып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсұнбай қойды. Осылай болатынын жаратқан ие алдын ала білдірген еді. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: Харонға мынаны айт: Таяғыңды сілтеп, жердің шаң-тозаңын ұрып жібер. Сонда бүкіл Мысырдағы шаң-тозаң масаларға айналады. Олар солай істеді де. Харон қолындағы таяғын сілтеп, жердің шаң-тозаңын ұрып қалғанда, адамдар мен малдардың үстіне масалар жабыла қонды. Бүкіл Мысыр еліндегі шаң-тозаң масаларға айналды. Абыздар да сиқыршылықтарымен масалар келтіргілері келіп еді, бірақ қолдарынан келмеді. Ал масалар адамдарға да, малдарға да жаппай қонды. Сонда абыздар Перғауынға: Бұл Құдайдың құдіретті ісі, деді. Алайда Перғауынның жүрегі қайтпастан қасарысып, Мұса мен Харонның айтқандарына мойынсұнбай қойды. Осылай болатынын жаратқан ие алдын ала айтқандай еді. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: Ертеңгісін ерте тұр да, өзенге бара жатқан кезіңде Перғауынның алдынан шығып, сөзімді жеткіз. Жаратқан ие былай дейді: Маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Егер оларды жібермесең, онда мен өзіңе, нөкерлеріңе, халқыңа және тұратын үйлеріңе шыбын-шіркейлерді быжынатып жіберемін. Мысырлықтардың үйлері мен далалары шыбын-шіркейге лық толады. Ал сол күні мен өз халқым мекендеген Гөшен еліне бөлек қараймын. Онда ешқандай шыбын-шіркей болмайды. Осылайша сен бұл елдің ішінде менің, жаратқан иенің бар екенімді білетін боласың. Мен өз халқымды сенің халқыңнан ажыратып қоямын. Құдіретімді көрсететін осы керемет ертең болады. Жаратқан ие солай істеді де. Перғауынның сарайы, нөкерлерінің үйлері, бүкіл Мысыр елі бұлттай қаптаған шыбын-шіркейлерге толып, ел күйреп жатты. Сонда Перғауын Мұса мен Харонды шақырып алып, оларға: Барып, құдайларыңа арнап, осы елдің ішінде құрбандық шалыңдар, деді. Бірақ Мұса: Олай істеуге болмайды. Құдайымыз жаратқан иеге ұсынатын құрбандығымыз мысырлықтар үшін жиренішті.
шалған құрбандықтарымыз оларға жиренішті болып көрінсе, бізді таспен атқылап өлтіреді емес пе? Біз 3 күндік жердегі айдалаға барып, Құдайымыз жаратқан иеге өзі бұйырғандай құрбандық шалуымыз керек деп жауап қайырды. Ал перғауын, сендерді құдайларың жаратқан иеге арнап, айдалада құрбандық шалуларың үшін жіберемін. Тек алысқа бармаңдар. Енді мен үшін сыйыныңдар деп өтінді. Мұса, қазір қасыңыздан кеткен бойда жаратқан иеге сыйынамын. Ертең өзіңіз, нөкерлеріңіз бен халқыңыздан шыбын-шіркейлер алыстап кететін болады. Тек перғауын алдауын доғарсын. Халықты жаратқан иеге арнап, құрбандық жасау үшін баруға жібермей жүрмесін деді. Мұса перғауынның алдынан шығып, жаратқан иеге сыйынды. Ол Мұсаның тілегеніндей істеп, перғауынды нөкерлері мен халқын шыбын-шіркейлерден арылтты. Сонда елде бір шыбын да қалмады. Алайда перғауын бұл жолы да жүрегін қасарыстырып, халықты жібермей қойды. Мысырдан көшіп шығу 9-шы тарау. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Перғауынға барып сөзімді жеткіз. Израильдіктердің Құдайы жаратқан ие мынаны айтады. Маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Егер оларды жіберуден бас тартып, әрі қарай ұстап қалатын болсаң, онда сақ бол. Жаратқан ие далада жүрген малдарыңа қол салып, жылқыларың, есектерің, түйелерің, мүйізді ірі қараларың және қой ешкілерің өте жаман індетке ұшырайтын болады. Ал жаратқан ие қайтадан Израильдіктердің малдарына мысырлықтардығынан бөлек қарамақ. Израильдің бір тұяғы да шығынға ұшырамайды. Жаратқан ие уақытты белгілеп қойды. Ол мұны осы жерде күн ертең істей бастайды. Жаратқан ие келесі күні солай істеді де. Мысырлықтардың малдары жаппай қырылды. Ал Израильдіктердің малдарынан бірде-бір шығын болмады. Перғауын адамдарын жіберіп, Израильдіктердің бір тұяғының да шығынға ұшырамағанын біліп алды. Сонда да перғауынның жүрегі қасарысып, ол халықты жібермей қойды. Содан соң жаратқан ие Мұса мен Харонға былай деп бұйырды. Пештен уыстап күл алыңдар. Мұса оны перғауынның көз алдында аспанға қарай шашып жіберсін. Сонда ол майда тозаң болып бүкіл Мысыр еліне тарап кетеді де, адамдар мен жан-жануарларда шиқандар пайда болады. Мұса мен Харон пештен күл алып перғауынның алдына барды. Мұса күлді аспанға қарай шашып жібергенде, адамдар мен жан-жануарларда шиқандар пайда болды. Абыздар Мұсаға қарсы тұра алмады. Барлық мысырлықтар сияқты олардың тәндеріне де шиқандар шыққан болатын. Алайда жаратқан ие перғауынның жүрегін қасарыстырып, ол Мұса мен Харонның айтқандарына құлақ аспай қойды. Осылай болатынын жаратқан ие алдын ала айтқан деді. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды. Ертеңгісін ерте тұрып, перғауынның алдына барып, сөзімді жеткіз. Израильдіктердің Құдайы жаратқан ие мынаны айтады. Маған ғибадат ету үшін халқымды жібер. Мен осы жолы қасарысқан жүрегіңе, нөкерлеріңе және халқыңа қарсы ойлаған апаттарымның бәрін жіберетін боламын. Сонда сен жер бетінде маған тең келетін ешкімнің жоқ екеніне көзің жетіп, соны білетін боласың. Қаласам баяғыда қолымды созып-ақ өзіңді де, халқыңды да індетке ұшыратып, жер бетінен жоқ қылған болар едім. Алайда саған істейтінім арқылы құдіретімді көрсетіп, бүкіл жер жүзіне атымды шығару үшін ғана сені патша етіп қойдым. Сен әлі де халқыма қарсы шығып, оларды жібермей келесің. Біліп ал, мен ертең осы мезгілде Мысыр болғалы күні бүгінге дейін болып көрмеген бұршақты сенің еліңе жаудырамын. Енді адамдарыңды жіберіп, даладағы малдарың мен меншіктеріңнің бәрінде паналарға жинатып алдырт. Үй қораларды паналамай далада жүрген күллі адамдар мен малдар бұршақтың астында қалып қырылмақ.
перғауынның нөкерлерінің кейбіреулері жаратқан иенің сөздерінен қорқып, қарамағындағы қызметшілері мен малдарын жедел түрде қауіпсіз жерлерге жинап алды. Ал жаратқан иенің сөзіне көңіл бөлмегендер өз қызметшілері мен малдарын далада қалдырды. Сонда жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйрық берді: қолыңды аспанға қарай соз. Сол сәтте бүкіл Мысыр елінің үстіне, ондағы адамдардың, малдардың және даладағы өсімдіктердің бәрінің үстіне бұршақ жауатын болады. Мұса таяғын аспанға қарай созғанда, жаратқан ие күн күркіретіп, бұршақ жаудырып, жерге найзағай түсірді. Осылайша жаратқан ие Мысыр елін бұршақтың астына алып, бұршақ жерге үздіксіз төпелеп, арасында найзағай жарқылдап тұрды. Бұршақтың мұндай күшті жауған Мысыр халқы ел болып, басы біріккелі көрген емес. Бұршақ бүкіл Мысыр даласында жүрген күллі адамдар мен малдарды қырып, өсіп тұрғанның барлығын тып-типыл қылып, ағаш атаулының бұтақтарын сындырып быт-шыт етті. Тек Израильдің үрім бұтағы мекендеген Гөшен елінде ғана бұршақ жауған жоқ. Содан перғауын кісі жіберіп, Мұса мен Харонды шақырып алып, осы жолы мен күнә жасадым. Жаратқан ие әділ, ал өзім және халқым кінәлі. Жаратқан иеге сыйыныңдаршы. Құдайдың қатты күн күркіретіп бұршақ жаудырғаны тоқтаса екен. Бұған дейін басымызға түскені жетер. Сендерді жібермекпін. Бұдан әрі қарай мұнда қалуға тиіс болмайсыңдар, деді. Мұса, қаладан шығысымен-ақ қолымды жаратқан иеге қарай жайып сыйынамын. Сонда күн күркіреуін тоқтатып, бұршақта жаумайтын болады. Осыдан жердің иесі жаратқан ие екенін білетін боласыз. Алайда өзіңізде, нөкерлеріңізде шынайы Құдайды, жаратқан иені әлі де терең қастерлеп, одан қорықпайсыздар, соны білемін, деп жауап қатты. Зығыр мен арпаны бұршақ ұрып кетті. Өйткені арпа масақ жарып, зығыр гүлдеп тұрған еді. Ал бидай мен соған ұқсас дәнді дақылдар кеш пісетін болғандықтан бұршаққа ұрыла қоймады. Мұса перғауыннан қаланың сыртына шығып, қолын жаратқан иеге қарай жайып сыйынды. Сонда күн күркіреуін, бұршақ жаууын доғарып, жаңбырда тыйылды. Бірақ перғауын бұршақ пен жаңбырдың әрі күннің күркіреуінің тыйылғанын көргенде, күнә жасауын әрі қарай жалғастырып, өзі де, нөкерлері де жүректерін қасарыстырып алды. Осылай перғауын қайтадан қырсығып, Израиль халқын жібермей қойды. Солай болатынын жаратқан ие Мұса арқылы алдын ала айтқан, деді. Мысырдан шығу. 10-шы тарау. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: перғауынға қайтадан бар. Мен перғауынның және нөкерлерінің жүректерін қасарыстырып қойдым. Мұндағы мақсатым олардың араларында осы керемет істерім арқылы өз құдіретімді көрсетуім. Әрі сендердің менің мысырлықтарға билігімді қалай паш еткенім туралы балаларың мен немерелеріңе әрдайым айтып жүріп, менің жаратқан ие екенімді білулерің. Мұса мен Харон перғауынға тағы да барып, былай деді: Израильдіктердің Құдайы жаратқан ие мынаны айтады: сен қашанға дейін маған бағынудан бас тартпақсың? Халқымды өзіме ғибадат етуге жібер. Егер де жібермесең, ертең-ақ еліңе шегірткелер алып келемін. Олар түк көрінбестей етіп, жердің бетін жауып алып, сендерде бұршақтан аман қалғанның бәрін жалмап, даладағы барлық ағаштардың жапырақтарында түк қалдырмай жалмап жеп қояды. Өз сарайларыңда бүкіл нөкерлеріңнің және барлық мысырлықтардың үйлерде шегірткелерге толып кетеді. Мұндайда сенің ата-бабаларың осы жерге келіп қоныстанғаннан бері бүгінгі күнге дейін ешқашан көрген емес. Мұса осыны айтысымен бұрылып, перғауынның қасынан шығып кетті. Сонда перғауынның нөкерлері одан: бұл адам бізді қашанға дейін азапқа түсірмекші? Израильдіктерді Құдайлары жаратқан иеге ғибадат ету үшін жібере көріңіз.
Мысырдың құрып бара жатқанын көріп тұрған жоқсыз ба? Деп сұрады. Содан Мұса мен Харон қайтадан Перғауынға келінді. Перғауын: жарайды, барыңдар. Құдайларың жаратқан елге ғибадат етіңдер. Тек кімдердің баратынын айтыңдар, деді. Мұса: біз жас кәрілерімізді, ұл қыздарымызды, ұсақ және мүйізді ірі қараларымызды ала барамыз. Өйткені жаратқан иеге арналған мейрам тойын өткізуіміз керек, деді. Мен сендерді бала-шағаларыңмен бірге жіберетін болсам, жаратқан иелерің сендерге жар болсын. Сендердің ниеттерін қара, бұл айқын көрініп тұр. Жоқ, солай бола қоймас. Тек еркектерің ғана барып, жаратқан иеге ғибадат етсін. Сұрағандарыңда сол емес пе еді? Осылай деп, Перғауын Мұса мен Харонды қасынан қуып шықты. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: қолыңды Мысырдың үстіне қарай соз. Сонда шегірткелер қаптап келіп, Мысырдың жеріне қонсын. Олар бұршақтан аман қалып, өсіп тұрғанның бәрінде жалмап қойсын. Содан Мұса қолындағы таяғын Мысырдың жерінің үстіне қарай созды. Жаратқан ие елге сол күні бір тәулік бойы шығыс жақтан жел соқтырды. Таң атқанда шығыстан соққан жел шегірткелерді жеткізді. Олар бүкіл Мысырға лап қойып, сансыз үйірлерімен елдің түкпір-түкпіріне дейін басып алды. Бұған дейін мұндай қаптаған шегірткелер болған да емес, бұдан кейін де болмайды. Шегірткелер жердің бетін түк көрсетпей, қап-қара қылып жауып тастады да, бұршақтан аман қалған дала өсімдіктері мен ағаш жемістерін жалмап қойды. Бүкіл Мысыр еліндегі ағаштар мен өсімдіктердің көк жапырақтары мен сабақтарынан ештеңе қалмады. Сонда Перғауын тездетіп Мұса мен Харонды шақырып алып, олардан: мен құдайларыңыз жаратқан иенің алдында да, сіздердің алдарыңызда да күнә жасадым. Ал енді күнәмді тағы бір жолға кешіріңіздер. Құдайларыңыз жаратқан ие бұл жойқын жазаны менен алып кете көрсін деп, оған сыйыныңыздар, деп өтінді. Перғауыннан шығысымен Мұса жаратқан иеге сыйынып мінәжат етті. Содан жаратқан ие желдің бағытын өзгертіп, батыстан ерен күшті дауыл соқтырды. Дауыл күллі шегіртке атаулыны көтеріп алып, қамысты теңізге тастады. Бүкіл Мысыр жерінде бір шегіртке де қалмады. Алайда жаратқан ие Перғауынның жүрегін қасарыстырып, ол Израиль халқын жібермей қойды. Бұдан кейін жаратқан ие Мұсаға былай деп бұйырды: қолыңды аспанға қарай соз. Сонда Мысырды көзге түртсе көргісіз қараңғылық басады. Мұса қолын аспанға қарай созғанда, барлық Мысыр елін 3 күн бойы қара түнек басты. Адамдар бір-бірін көре алмай, 3 тәулік бойы ешкім отырған орнынан тұрмады. Ал Израильдің үрім бұтағының мекендерінде жарық болды. Перғауын Мұсаны шақырып алып: жарайды, барыңыздар. Жаратқан иеге арнап ғибадат етіңіздер. Балаларыңызда бірге бара берсін. Тек ірілі-ұсақты малдарыңыз ғана қалсын, деді. Ал Мұса: Құдайымыз жаратқан иеге арнап құрбандыққа шалынатын, әрі шалынып өртеліп ұсынылатын малдарды да қолымызға тапсыруыңыз қажет, деп жауап қайырды. Малдарымыз өзімізбен бірге жүрсін. Бір тұяқты да қалдырмаймыз. Біз Құдайымыз жаратқан иеге арнап шалатын құрбандықтарды солардың ішінен аламыз. Қандай малдарды құрбандыққа шалатынымызды тек баратын жерімізге жеткенде ғана білеміз. Алайда жаратқан ие Перғауынның жүрегін қасарыстырып қойды. Ол израильдіктерді жібергісі келмей Мұсаға: кет қасымнан. Енді қайтып менің алдыма келуші болма. Көзіме түскен күнақ өлетін боласың, деп қоқандылыққа көрсетті. Сонда Мұса былай деді: айтқаныңыздай болсын. Енді қайтып өтінішпен алдыңызға келмеймін, деп жауап қатты.